сарафанный радио дейді ғой. Соның бәріне бұл кісінің білім деңгейі, тәжірибесі бәрі сәйкес келіп тұрды. Тек қана білім бермей, және де тәрбие береді деген үмітпен беріп отырмыз, сеніммен. Биыл енді сентябрьден бастап 100 бала қабылдаймыз дедік, бірақ Өзіңе сенімділік пайда болды. Мен өз басымнан өткен. Ата-аналар түсінбейді, қарсыласады, сондай. Сол 3-ші класстан іздедім негізі ұлыма. Сізге сұрақ қойғанда сіз кәдімгідей жауап бергіңіз келмеді. Көңіліміз толмай жүрді. Сондықтан Instagram парақшасынан және қосымшаларды іздей бастадым. Осы 11-ші сыныпта ұбт тапсырудың орнында сәт, IELTS деген экзамендерді тапсырасың. Сосын шет елге бір университетке точно түсесің. Армысыздар, қадірлі көрермен, қадірлі ата-аналар. Баланың болашағы білімде атты подкастымызды бастаймыз. Бүгінгі подкастымызда осы қазақ балаларына сапалы білімді қалай береміз, жақсы орта және жарқын болашақ жайлы, үздік мектептер, одан кейін дарын лицейлеріне балаларымызды қалай түсіреміз, осындай маңызды тақырыптар талқыланады. Бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары Сканави оқу орталығымыздың ата-аналары. Бізде 4-ші сыныпта оқитын біздің осы Жәутік мектебіне түсуге бір үміткер, сондай дарынды Естеме ханым деген баламыз бар. Естеме ханның анасы Айзада Рысқанқызы. Одан кейін бізде орынбасар Санжардың анасы Гүлжазира ханым және Бибол Арайлым бізде өте сондай қабілетті, бір үлгілі оқушыларымыздың бірі, анасы Райхан ханым. Қош келдіңіздер. Бүгінгі подкастымыз барша ата-аналарға пайдалы болады деп ойлаймын. Қадірлі ата-аналар, подкастымыздың соңына дейін қараңыздар. Өте сіздерге пайдалы ақпараттар көп болады. Ал сонымен подкастымызға қош келдіңіздер. Емін еркін тақырыпта бүгінгі осы жалпы мына үрдіс бізде қазақ балаларына білім беру саласында, осы білім беру жүйесінде жалпы ата-аналарда көп салғырттық басым. Жалпы қазақ менталитетімізде осы оқуға, баланың болашағына деген сондай бір енжарлық бізде әлі де көп. Біздің ата-аналарымыз осы баланың болашағы білімде екендігін соны бір басты назарда әлі де ұстамай жатыр. Бұл қазір өте бір актуалды тақырыптардың бірі. Сол себептен бүгін сіздер өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіп, өздеріңіз сияқты ата-аналарға жол көрсетіп, пайдалы ақпараттар бөлісесіздер деп ойлаймын. Өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, қай салада жұмыс жасайсыздар? Менің есімім Айзада Рысқанқызы болады. Мен өзім тарих пәнінің мұғалімі болып келем. Қазіргі таңда 172-ші мектеп гимназияда тарих пәнінен сабақ беремін. Отбасымда бір ұл, бір қызым бар, жолдасым бар. Сол баланың, жаңа айтып отырмыз ғой, бүгінгі өз тақырыбымыз бала біздің болашағымыз тақырыбы. Қазіргі таңда актуальный тақырып деп ойлаймын. Ол бала біздің болашағымыз. Және біз баламызды бұл Сканави орталығына әкелуіміздің себебіміз, жаңа айтып өткендей, біздің тақырыбымыз бала біздің болашағымыз дейді. Баланың бірінші ұстазы ата-анасы, бала дүниеге шыр етіп келгеннен бері баланың ұстазы ата-анасы ғой. Біз ұл баланы тәрбиелей отырып, жердің иесін тәрбиелейміз, қызды тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз. Сол сияқты баланы тал бесіктен деп жатамыз. Баламызды кішкентайынан өзінің жалпы өскен кезде, жалпы өзінің мамандығын таңдау үшін, жаңа өмірге қойған мақсатына жету үшін біз ата-ана ретінде жалпы өзімізді қолдан келгенше көмегімізді беріп жатырмыз деп ойлаймыз. Ал Гүлжазира ханым, өзіңізді таныстырып. Есімім Гүлжазира. Осы Сканави орталығына 2 балам барады. 8-ші сынып, 6-ші сынып. Өзім мамандығым невропатолог, реабилитолог, медицина саласында жұмыс жасаймын. Бұл Сканави орталығына біз жаңағы сарафанный радио дейді ғой.
көршім әрі ұлымның классындағы баланың ата-анасы алып барып көріңіз деп айтты. Өйткені мен 2 жыл іздеу үстінде осындай оқытатын, сапалы білім беретін орталықты іздеп жүргем. Сол үшін мастер-классқа бірінші рет бардым. Рахмет. Енді Райхан ханым, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің атым Райхан Бәділханқызы. Өзім мамандығымда математикпін. Нұрлан ағайдың шәкірті болып келемін. Қазір таңда осы 2 балаларымның қосымшаға апарам деп, сабағын дайындайын деп, үйде үй шаруасында отырған адамын. Мен енді қызымды қосымшаға бердім, көңіліміз толмай жүрді. Сондықтан Инстаграм парақшасынан және қосымшаларды іздей бастадым. Сол кезде ағайдың страницасы шықты. Содан ағайды таныдым. Ойланбастан бірден қызымды әкелдім мастер-классқа. Өте ұнады. Өзімді балалық шағым есіме түсті. Содан ойланбастан бірден қалай десем, сенімді қызымды біз сенбі күні мастер-классқа барсақ, дүйсенбі күні ағайға өз қызымды бердім. Қызымның көңілінен шықты, өзімді көңілінен шықты, зейін ашылды. 2-ші аптада қызым есептерді шығарып, жәнегі ағайдан 1000 теңге ұтып алды. Өте қуанышты болып келдік. Бізде де болды. Сондықтан да енді ол кісіні мен білемін. Өзім енді ұстазым болғаннан кейін ол ісінің шебері, жәнегі мамандығын майталманы дейді ғой. Жәнегі өзінің методикасы бар. Сондықтан да қызымызды енді тек қана білім бермей, және де тәрбие береді деген үмітпен беріп отырмыз, сеніммен. Рахмет. Енді Нұрлан ағайларыңыз бүгін подкастта жоқ, себебі қазір 26 сәуірде өздеріңіз білесіздер, 7 сыныпқа емтиханға байланысты балаларды қазір сенбі жексенбі күнде интенсив дайындықтары. Ол кісі енді сондай студияға келіп, мына жерде отырып, бір алдағы уақытта ойымен бөлісер. Қазір ең бастысы осы балаларға сапалы білім беру. Ол кісінің осы неше уақыт болды осы подкаст идеясын жасайық. Ата-аналар біз мастер-классқа шақырғанда және оқу орталығымыз жайлы, оқу орталық па, мектеп па, не деген сияқты көп сұрақтар келеді. Соның бәріне өзім жауап беріп отырғаннан кейін осы түсірілімді жасауды мен ағайларыңызға айтқанмын. Идеясын ол кісінің уақыты болмады, міне. Сонымен енді ол кісінің орнына белгілі өнер иесімін, Мақпал Диханбаева. Өзім өнер саласында жұмыс жасағанмын. Ауылым әнім Ескендір Хасанғалиев ағамыздың әнімен, консерваторияда Қайрат Байбосынов ағамыздың сол дәстүрлі ән өнерінің ізімен үлкен өнерге қызмет жасап, отбасылы болғаннан кейін Нұрлан ағайларыңыз екеуміз. Міне енді басында Нұрлан ағайларыңыз менің продюсерім болып жүрді. Ол кісі менің сахнаға шығуым, каждый клип түсіруім, менің жасалатын әрбір макияжыма дейін ол кісі былай бәріне сондай қарап, әрбір әннің текстіне дейін қарап дегендей солай қасымда көмектесіп жүрді. Бір уақытта түсіндік, кішкентай балаларымыздың концерт береміз, халық сұрайды ғой, қайдасың, үлкен концертке барамыз, келеміз, клип түсіріп жатамыз. Үйге келсек, сол балаларымыз анамыз қарайды, әжесі қарайды, бірақ сонда да ата-ананың, әкенің орны бөлек. Біз не бала тәрбиелеуіміз керек, оқу білім беруіміз керек, не өнер жағында жүруіміз керек. 2 жолдың біреуін таңдауға тура келді. Осы бір кезде біз осы Батыр бабамыздың атындағы ауданға барып концертімізді қойып түнгі 3-те келгенімде имашым ол кезде 1,5 жас екен, анама қалдырып кеткем. Подъезден кірсем жылап жатыр. Жол бойы мамам ешқандай сен уайымдама, балалар бәрі жақсы, кесем температурасы 38-де 6. Сол кезде барлық костюм бәрін тастай салдым да жыладым. Мен қандай адаммын? Мен баланы тастап қойып, сахнада ән айтып, сондай макияж жасап, сөйтіп жүрген мен не керек? Егер үйде балаларым мынандай жылап жатса, егер мен келмесем, ол бала не болатын еді? Сонымен Нұрлан ағайларыңызға айттым, болды, концерттің бәрін атымен жасаңыз, мен ешқандай енді әнді айтпаймын, сахнаға да шықпаймын, осы балалардың тәрбиесімен отырамын. Солай міне 14-15 жыл өтіп кетті.
иә, балалардың тәрбиесімен отырмын. Енді біз не үшін бұл бала тәрбиесін қозғағымыз келді, не үшін біз бұндай оқу орталығы ашып отырмыз? Оның өзіне де ағайларыңыз білесіздер, 20 жылдық тәжірибесі бар, үлкен ұстаз, Жәутік мектебінде өзінің кітабын жазған, сол жерде Өтеш ағамыздың қасында жұмыс жасаған қаншама шәкірттерінің өзі казгуде физика математика факультетінің деканы, мысалы, ол да оңай не емес қой, жұмыс емес. Вице-министр бұл кісінің шәкірттері. Міне осылай жүрді. Одан кейін енді мен сахнаға шықпай неғаннан кейін бұл кісі менің жұмыстарымды қойғаннан кейін басқа бизнес түрімен айналыссам деп айналысқан. Одан әртүрлі бизнестерді жасады. Сөйтіп жүрген кезде бұл кісінің уақыты болмады. Балаларды мен өзім тасып апарам, курстарға алып келем, ақыл оқуға берем, ақыл мектепке. Содан сол 178 лицейге баламыз, үлкен ұлымыз тапсырған кезде түсе алмай қалды. Көрдіңіз ба? Енді ойлаңыз, өзі сол 178 мектепте жұмыс жасаған, өзі сондай мықты маман. Сонда қалай балаң түсе алмай қалуы? Сонда баламыздың сол есептерін, дайындалғандардың бәрін ағайларыңыз тексеріп қарағанда, логикалық есептерді, қарапайым арифметикалық амалдардан көптеген қатені жіберетінін көрдік. Содан бастап ол кісі баланы алып, сабақтан келгеннен кейін өзі дайындайтын болды. Дайындап, сол келесі жылы түсті 178-ге. 6-шы сыныпта түсті. Сөйтіп, одан кейін әршымшаға өзі дайындады. Өйткені мен бар уақытымда арнап оқу орталыққа апарамын, қанша ақша төлеймін, уақытым кетеді. Мен үміттенемін ғой, енді балам оқып жатыр деп. Бірақ ешқандай не жоқ. Мұғалімдерге кіріп, кабинетіне кіріп сөйлесейін десең де саған дұрыс ақпарат бермейді және сөйлестірмейді. Бізге бәрі жақсы, экзаменге кіргенде мынандай болады. Көрдіңіздер ме, нәтиже жоқ. Сонымен мен де отырып жылап. Сол себептен бұл жол қазір мен мастер-класс жасаған кезде барлық ата-ананы мен түсінемін. Келген кезде, өйткені бұл жолдан біз өттік қой. Содан Нұрлан ағайларыңыз өзі сол кезде 178 лицейге Өтеш аға шақырып жұмыс жасап жүрген кезде де сонымен баланың білімін қолға алайық деп баламмен бірге тапсырған балалар көп. Балалар түспеді сол жылы курсқа. Қанша ол ата-аналардың да тауытын шағылып, жылап, балалар жылап. Содан ағайларыңыз баланы өзі дайындап, және басқа да балаларды дайындап, үйге шақырып, содан балалардың бәрі грантқа түсіп, ақылы бөлімде оқығандар грантқа ауысып деген сияқты. Сонымен үйде дайындаймыз, бала өте көп. Сонымен енді ағайларыңыздың қасында жүргеннен кейін мен осы бекер отырмай ағайларыңыздың осы жұмысына атсалысайын деп осы жұмысына атсалысып жатырмын. Түрткі болған ұлым деп тұрсыз ғой. Орталықта ашуға. Барлық ата-ананың басынан өткен жан жарасын ол кісілердің балалар түспей қалды деп кезде мен оның бәрін түсініп тұрамын. Сол себептен ағайларыңызға енді барынша қолдау жасап, тәжірибеңізбен бөлісіңіз, қазақ балаларын оқытыңыз. Болмайды бұлай жүрген деген сияқты идеямен сол осылай былтыр біраз балаларымыз дайындағанбыз. Айсұлтан баламыз сол 5-ші орында грантқа түсті. Ол бала да төмен бал алып жүрген бала. Сөйтіп ол баламыз да грантқа түсті. Енді оның анасы да жақында келеді бізге студияға. Қазір 7-ші сыныпта оқып жатыр грантта. Сол енді осындай. Жалпы өзіңіз Жәутік мектебінің түлегісіз. Жалпы көп ата-аналар осы Жәутік мектебі жайлы білмейді. Сіз өзіңіз осы мектеп жайлы айтсаңыз. Мектеп жайлы айтайын ба? Мен қалай түстіңіз? Мысалы сіздің 8-ші сынып бітіріп 9-ші класста түстім. 9-ші сыныпқа экзамен арқылы түстік. Жәнегі бала болдық қой енді бізді уайымдап, жәнегі тізімде ілінеміз бе, ілмейміз бе деп әтіру білініп кеттік. Сонымен оқу жылы басталды. Оқу жылы басталған кезде енді бірінші жыл өте қатты қиналдым. Мен өз басым. Мен өзім енді үздік оқымасам да, жәнегі
ударница дейді ғой, солай жақсы оқып келген баламын. 3-ке түстік. Мұғалімдер өте қатал, Қатал. иә, требовательный және Иә. талапшы болып келеді. Содан бірінші жылдары 9 класты әрең дегенде әйтеуір енді 3 деген бағада алдық, 4 деген бағаға қуандық. 4 деген бағаны біз қуандық. Ол жерде және де талабы бар ғой, егер де сен 2.93-ке шығып жатсаң, ол мектептен сені шығарып тастайды. Сен орнына басқа талабы бар бала дайын тұрады. Сонымен енді тырысып оқып әтірі әрең дегенде 4-пен бітірдік. 4-пен бітірген, ол 5-пен бітіргенмен бірдей болды. Бірінші 9-шы сыныпта. 10-шы сыныпта енді кішкене жеңілдірек болды. Уже жәнегі тәсілін, системаның бәрін түсіндік. Ол жерде жәнегі оқу керек, көп мән беру керек. Және де енді 1 жыл уақытында жақсы білімді алып қалдық қой біз. Сонымен 10-шы сыныпта уже осы Нұрлан ағай бар, Балжан апай 10-шы сыныпта келді бізге. Математика, алгебрадан 5 деген баға алдым. Геометриядан 4 деген баға алдық. Физикадан 4 алдық. Болды. Бізден бақытты адам жоқ. Қуанып жүгіріп шықтық. Енді сол жәнегі ең қиыны сол жәнегі 1-ші жыл қиын болды, 2-ші жыл оңай, 3-ші жыл енді ол деген жәнегі енді уже бәрін біліп қалдық, 5 алдық, өз-өзімізге жәнегі сенімдіміз. Енді соны қорықпай жәнегі оқыдық. Білімі өте жоғары. Одан кейін мен политехқа университетке түскен кезде орыс группасымен оқыдым, өйткені біздің специальность жаңадан ашылған. Орыс группасының жәнегі енді мақтанғаным болар, жақсы оқыдым. Мен жәнегі өзіміздің групп тобымыздағы балалардың ішінен математикадан жақсы оқыдым. Мен автоматпен алдым. Мен сабаққа қатыспайтым. Матанализ деген сабақтарына қатыспай, сабақтарды жәнегі автоматпен бесімді алып отырдым. Сөйтіп университет бітіріп, сол жерде мұғалім болып жұмыс істедім. Содан кейін 1 жыл сол жерде политехта вышматтан сабақ бердім. Одан кейін Евразия Гумилева атындағы университетке бардым. Өйткені мен және комплексный тестирование ЕНТ болатығым. Соған комиссия болып барғам. Екеуіне де ЕНТ-ға бардым, Павлодар қаласына, комплексный тестирование Қостанай қаласына бардым. Сол жерден сол жәнегі мұғалімдер және өзіміздің деканымыз сол жаққа ауысып проректор болып кетті. Сол кісілер енді өзіме сабақ берген мұғалімдер ғой, сол кісілер шақырғаннан сол жаққа бардым. Бірақ енді денсаулығыма байланысты қайтадан қайтып келдік Алматыға. Содан кейін енді ол кезде банкте жұмыс істеген, ол кезде мұғалім болған. Ондай керемет болмайтын, банкте жұмыс істеген енді ол. Содан банкке кеттік. Сонымен банковская сферада жұмыс істедім. Сонымен күйеуге шықтым, баламды босандым, декретте отырдым, қайтан жұмысқа шықтым. Сол жәнегі Мақпал ханым айтпақшы, қызым 1-ші классқа барды. Кішкентай балам 2 жаста. Бұл сабақ оқымайды, мен кешке келгенше дейін мені күтіп отырады. Сонымен жылады қызым, мен сабақтан кейін мен мамам алып кеткенін қалаймын деп. Одан 2 жастағы балам ауыра берді қайта-қайта. Ол солай емес пе? Өзі мама жұмыс істеген кезде ол бәрі солай болады. Сонымен міне декретте отырмын. Ұлым енді 1-ші классқа барып жұмысқа шығайын десем тағы да кедергі. Қайта 1-ші классқа түсіп қалдым десеңші. десеңші. Қазір қайтадан 1-ші класс оқып жатырмыз. Сонымен жәнегі Жақсы, енді жалпы мысалы Нұрлан ағайларыңыздың ата-анасы менің ата-енем, ол кісілер сонау Қарасазда отырып ағайларыңызға қазір мына Жәутік мектеп жайлы көп ақпараттарды ата-аналар білмейді ғой. Сол кезде ол кісілер біліп, балаларын сол ауылда отырып, осы Алматыға жіберді, емтихан тапсыртып, осы Жәутік мектебіне балаларын түсіріп оқытып, сол кезде мысалы мен өзім ата-енем білімді 1-ші орынға қойған кісілер. Иә, сол секілді сіздің ата-анаңыз да енді Жәутік мектебін сол кезде біліп отыр ғой. Иә, мен ата-анам Кім білді. сіздерге Маған түрткі болған, мен класс жетекшім, математикадан берген мұғалімім өзі Жәутіков мектебін бітірген. Гүлнара Камзина деген кісі болатығын. Сол кісі өзі жәнегі физматты осы Жәутік атындағы мектепті бітіріп, содан маған білім берді. Содан кейін ол кісі бізді 5-ші класстан бастап сол кісіге бардық, үлкен классқа ауысқан кезде. Ол кісі бізді дайындады. Бірақ біз ата-анам енді кішкене сенбеді, сеніңкіремеді, алыс болды.
бірақ жерде Алматы тумасыз? қаласы, Алматыда тұрдық біз, Алматыда иә. Соны алыс болды, біз төмен жақта тұрдық та, Жәутіков жоғары ол кезде автобуста көп емес, 3 пересадкамен баруға 1-2 жыл ата-анам келіспеді. Ал жаңағы мұғаліміміз айтты, дайын, қызыңызды беріңіз деп. Содан енді 8 класста уже біз өзіміз есейдік деп ойладық. Соны әке-шешеме айттым, мен дедім, оқымаймын мына мектепте, мен Жәутіков мектебіне түсемін деген ізденіс болды. Онда иә, көбінесе жаңағы мұғалім, сынып жетекшіміз. Сынып жетекші себепкер болды. Иә, себепкер. Дұрыс. Енді мына Жәутік мектеп жайлы айтып жатса, бұл мектеп біз отбасылы болғалы, Нұрлан ағайларыңыз, балам Жәутік мектебінде оқиды деп ылғи айта беретін. Бірақ өзі, мен енді жігітпен қыз болып танысып сөйлесіп жүрген кезде Жәутік мектебінде сабақ бердім деп айтқан, бірақ мен енді ол мектеп жайлы білмегеннен кейін аса назар аудармаған болуым керек. Бірақ енді мен Казгуда оқып жүрген кезде бері қарай Бұқар жырау жаққа біз ылғи түсетінбіз. Сол кезде мен Жәутік мектебін көретінмін. Бірақ енді Қазақстандан нөмір 1 осы сапалы білім беретін, бұл жерде тек қана математиктер емес, бизнесмендер де, академик ғалымдар да, және үлкен саясатпен айналысатын мықты тұлғалар да, әлемдік аренада мықты сондай мықты азаматтардың сол жерде шығып жатқанын мен шыны керек мен ол кезде білген жоқпын. Иә, Нұрлан ағайларыңыз ылғи маған айта беретін, ол кезде YouTube-та жоқ, 2000 қай жылы, 2010-11 жылдары. Бірақ сол ана сөз құлағымда қалып қойған. Нұрлан ағайларыңыз жұмысқа кеткенде мен сол жерде Виноградова, Клачковада тұрдық. Енді баламен не істеймін, енді 1 жасқа әлі толмаған балам, соны коляскаға отырғызам да, сол Жәутік мектебін барып іздеп тауып, соның айналасында жүрем. Содан кейін осы мектепте оқу керек, бірақ ол мектептің құндылығын, оған қалай дайындалу керек мен түсініп тұрған жоқпын. Бірақ оқу керек. Сол мектептің айналасында жүрем коляскамен. Содан кейін ана жерде қандай балабақша бар екен. Енді білмеймін, енді өзіме сондай бір интуициялар, ол жерден үй алсақ па екен, мына жерде қандай бар деген сияқты, кішкене жақынырақ тұрсақ деген сияқты. Солай жүрдім мен. Бірақ енді кейін осы Жәутік мектеп жайлы ағайларыңыз үйге келген қонақтарға бір жерге барған кезде ылғи айтады. Содан бастап мен енді құлағыма сіңіп, әбден мен бұл мектеп жайлы білдім ғой. Шыны керек. Содан мен ана Жәутік мектебінен қайтып келе жатып, балаларды ерте дамыту орталықтарына кіргізіп, енді ол кезде не жоқ, ақпарат жоқ, ештеңе білмеймін, бірақ ерте дамыту десе соны бір дамыту керек деген сияқты немен кіріп ойнатам, шахматқа қатыстырамын, бірақ ол кезде мен саналы түрде оны түсініп істемегенмін. Кейін енді осы Өтеш ағамыздың мектебі ашылды, алгоритм. Сол кезде сол мектепке ағайларыңыз мектеп ашылды деп қуанып, сөйтіп баламызды апарған. Мектебіміз жақсы болды. Бірақ мектептің деңгейіндегі балаларға Жәутік мектебіне түсу, ол емтиханның форматы өте күрделі. Сондай бұл мектепті қазір көп ата-аналар да білмейді негізі. Жалпы Қазақстанда 1% осы мектеп сапалы білім береді десе, көп ата-аналар білмейді, өйткені мектепке барса болды, бала дұрыс білім алып жатыр деп ойлайды. Соған байланысты Гүлжазира ханым, сіз өзіңіздің қандай ойыңызды айтасыз? Жалпы шын осындай 1% ғана мектеп білім береді. Менің балаларым мектепте 5-ке оқиды. 5-ке оқиды. Бірақ біз қаланың сыртында тұрдық. Алматы облысында деп саналады ол жер. Мектебіміз біздің 136-шы мектепте оқыдық, бастауыш мектепті. Бірақ сол жердің бастауыш мұғалімдері енді өте жақсы. Білім де береді, тәрбиені де береді. Бірақ бізге жаңа мақсат үлкен қызымызды РФМШ-ға түсіру болды тағын. Біз сол үшін қаладан үй іздедік, РФМШ-ның айналасынан іздедік. Мақпал ханым сияқты тура. Сонымен сол жақтан үй алдық тағыны. Үлкен қызым 5-ші классқа барған кезде сол жаңа РФМШ-ның жанындағы мектеп іздедік. Сол жерден 137-ші гимназияға бардық. Енді
бесінші сыныпта енді неше түрлі мұғалімдер келеді ғой, бұрынғыдай бастауышта бір мұғалім емес, Иә, пәленбай бір мұғалімге сабақтан үйреніп беретін, алады, иә, иә. әртүрлі мұғалім. Басында кішкене қиыншылықтар болды, сосын мен қосымша іздей бастадым. Оның үстіне жаңағы мақсатымыз РФМШ-ға дайындау болды. Содан іздеп келіп, бірінші сол кезде көзіме түскені Tesla Education, да, по-моему, толық аты сондай, кажется. Соған бардық, 1 жыл бардық, 1,5 жыл бардық. Алдын ала дайындайық деп 1,5 жыл дайындадық. Одан кейін жаңағы уақыты келген кезде РФМШ-ға да тапсырдық, нишқа да тапсырдық, бірақ результат болмады. Сонымен қызымда да стресс, өзімде де стресс. Қызымды көріп, неге дайындадым, может, біз ата-ана оған қолқа салып, оны заставлять еттік па деп ойладым. Иә. Сонымен тағы да келесі жылға РФМШ-да тағы бір шанс бар ғой. Сол үшін тағы да дайындадық. Ол жерде енді біз Абай академиясын таңдадық. Сөйтіп, Абай академиясында тоже 1 жыл дайындадық. Екінші ұлымды алдын ала дайындайық деп, оны да бердік. Сонымен 7-ші класс бітіргеннен кейін РФМШ-ға тағы да тапсырдық. Бірақ бізде тағы да 2 балл жетпей қалды РФМШ-ға. Біз жаңағы резервный тізімде болдық. Біз ол резервный тізімді түсінбеппіз. Ол резервный тізім жаңағы грант ақылы түрге түсу үшін ол жерде тоже конкурс екен, соған арналған тізім екен. Сол жерде менің қатем деп ойлаймын енді. Ақылы да бере беру керек еді баланы. Ол жерде ақылы бөлімге менде ақпарат болмады. Ақпарат жоқ, иә. Ақпарат жоқ менде. Ондай болу керек екенін маған айтқан жоқ, ешкім білген жоқ. Бір 90 жақсы оқыса, грантқа өтіп кетеді, иә. Ол ақпаратты мен күзде сіздердің мастер-класстарыңызға келгенде білдім. Менде жаман өкініш болды. Неге бермедім деген өкініш болды. Енді мен қазір бәр ата-ана қосымша іздеп жүреді. Соны ойлаймын, әттеген-ай, неге біз сондай дәрежеге түсіп кеттік? Неге мектептің дәрежесі сондай емес? Дұрыс айтасыз. Өйткені мен сол балам дайындап жүрген кезде жаздай жүрем ғой. Ана орталыққа барам, мына орталыққа барам. Бір дұрыс ақпарат естігім келеді. Тест алып қалады, сонымен звондайды да, өттіңіз, келіңіз дейді. Бірақ енді ол жерде шын ба, өтірік па, иә? Балаң деңгейі шынымен сондай ма деген сияқты. Көптеген оның бәрін неғылдым. Негізі мастер-класс жасау идеясы да. Көп ақпараттарды мен білем. Ағайларыңыздың қасында жүріп білем ғой. Ал көп ата-аналар соны білмей қалады. Мысалы, сіз ақылы бөлімге өтсеңіз, мысалы, ары қарай грантта оқи беретін бала қазір қарап тұрсаңыз. Одан кейін 8-ші сыныпқа тапсыру керек екенін көп ата-аналар білмейді. Мысалы, 4-ші класстан бастап дайындалған балалар 5-ші класс, 6-ші классқа келеді, 7-ші сыныпқа түсе алмай қалса, оларда уже не болады қандай? Өзінің мектептің білімінен әлде білімі жоғары, ана өзінің сыныптас балалар одан төмен, мектепте оқу оған қызықсыз болып қалады. Оған балаға қиын болады. Ата-анаға да қиын болады. Сол жөнінде сол енді осындай мәліметті ата-аналар дұрыс білмей жатыр ғой. Өзім де сол мәліметті іздеп таба алмадым. Содан мен ағайларыңызға айттым. Енді бір ата-ана да хабарласты. Осылай сіздер балаң деңгейін анықтап, бізге бір мәлімет берсеңіздер деп кәдімгідей. Сонымен мен отырып, бір апта ойланған шығармын. Мастер-класс жасайын. Жасасақ, осы мен не біліп жатырмын, соны ата-аналарға қалай жеткіземіз деген ойда, сонымен мастер-классымыздың несін түгел жасап, схемасын жасап, ағайларыңыздың екеуміз отырып ақылдасып, сонымен программасын жасап шықтық та. Сонымен алғашқы Инстаграмды мен жақсы білмеймін негізі. Бірақ енді осы қазір білесіздер, әлеуметтік желіде ата-аналар көп осы. Сонымен мен өзім осы маркетингті оқуға тура келді, өйткені көп анандай, мен андай не ғой, мен барған орталықтардың маркетингке рекламалары мықты да, бірақ ар жағында білім берулері сапасы өте нашар.
көбінесе сол мен одан кейін көп іздене бастадым, өйткені бұл білім беру, оқу орталығы ашу ол үлкен жауапкершілікті іс. Алдымен адам білім алып, содан кейін барып жасаған дұрыс деп Ахметбек Нұрсила ағамыздың бизнес бастауына барып оқыдым. Сол кезде бір түсінген нәрсем, сен баланы егер оқыта аласың ба, сен берген рекламадан, сен айтқан нәрседен де клиент ата-ана саған келген кезде мүлдем таңғалу керек та, ата-аналар ше, осындай білім бере ма деген сияқты. Сол енді Нұрлан ағайларыңыз енді өте сондай опыты, не дейді, тәжірибесі өте мықты кісі ғой. Соның бәріне бұл кісінің білім деңгейі, тәжірибесі бәрі сәйкес келіп тұрды. Сонымен мен уже білімді саналы түрде бұны кәдімгідей жолға қойып, оқып, Нұрлан ағайларыңыз шыны керек ол маркетинг оқуға, оны айналысуға кісінің уақыты жоқ, ол кісінің оған не дейді, қызығушылығы да жоқ. Мен сол балалармен отырып, соны жазып, күнде оқып, наставничество болса, наставничествосын алып. Нешінші жылдан бастап аштыңыздар? Негізі биыл енді сентябрьден бастап 100 бала қабылдаймыз дедік, бірақ қазір 200 баладан асып кетті ғой. Осы Айсұлтанды дайындаған жылы, осы былтыр Айсұлтан түскен жылы біз сол ақырын инстаграмды жүргізе бастағанбыз. Жүргізе бастап, сол кезде фейсбуктан апасы көріп келіп, солай ол кісінің онлайн, ол кезде басында онлайн мастер-класс жасадық. Онлайн оқыты ағайларыңыз. Сонымен балалардың білім алуы, бәрі энергетика берілу керек қой. Баланы көру керек. Сонымен офлайн үйге бала көп, сонымен кабинет алып бастайық деп, сонымен ағайларыңыз сонымен бастап кеткен болатын. 2 жыл болды, иә? 2 жыл болды, иә. Өйткені бұрын сіздер мысалы ағайларыңызды білмейтін, содан ағайларыңыздың тәжірибесі. Енді көп ата-аналар қазір енді оқу орталық па, бұл не, ағайларыңыз танымай жатады, келмей жатады. Мастер-классқа шақырған кезде көп ата-аналар түсінбейді, қарсыласады, сондай. Енді ол дұрыс қой, енді ол танымаса қайдан енді. Енді бұл кісінің андай сарафанный радио дейді ғой, бұрыннан келе жатқан оқушылары секілді. Бұрыннан оқып келе жатқан бұл кісіні танитын адамдар өте көп. Ойланбастан сразу көре сап. Солай келеді. Шыны керек, біз ағай айтты, менің шамам биыл 100 баланы оқытуға жетеді деп. Бірақ енді жаздай мастер-класс ерінбей жасады, әр жексенбі. Сол кезде ата-аналар өте риза болды. Мен айтамын, сіз бізде оқыңыз, оқымаңыз, бірақ мына ақпараттардың бәрін білуің керексіз. Өйткені біз Жәутік мектебіне 7 сыныпқа қанша былтыр кім Айсұлтан тапсырған жылы 2700-ге жуық бала тапсырды, 103 бала ғана грантқа бітті. Бұл сонда қалған тапсырған балалардың бәрі грантқа түсе алмай сыртта қалды. Обал балаларға. Біздің ата-аналардың өзінен де осындай инициатива керек сияқты, өйткені Өтеш аға кезінде осы Алматыдағы 7 дарын лицейлерін бәрін өзі ашқан болатын, математика бағытында. Және осы дарын лицейінде қазір ата-аналар білмей жатыр. Білмей жатыр. Енді оны біз білгенмен барлық адамдар біледі ғой деп ойлаймыз, бірақ білмейді. Көп ата-аналардың көбі мастер-классқа келген кезде қабат деген уақыт өткізіп алдық. Өйткені баланың оқитын уақыты өзі 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныпта түсіп кету керек. Не билға түсіп кету керек. Біз Мәжит ағайды танимыз ғой, мектеп ашты деп естідік. Жәнегі бізде физматта өзіміз тобымыз бар, араласамыз. Жәнегі Нұрлан ағайды да. Сонда сол мектеп ашты, содан кейін біз естідік, сол мектептің 78 екен, мен ұмытып қалдым. Қай мектеп екен? Соның балалары максимальный балл алды деп тесттен, грантқа түсті деп оны да естідік. Содан кейін өзіме бүйтіп ойымда жүрген ол нәрсе. Соны енді бір уақытта баламен отырып мектепке беретін кезде естен шығып кетеді ғой. Сол кезде 5-ші класста мен міне білмегендіктен баламды сол лицейға өткізе алмадым міне. Білмеген кездерінде. Көріңіздер ме, көп ата-аналар. Ал бірақ физмат деп ойладым өзім. Мысалы, Естемеханның анасы да сізге мысалы айтпағанда сіз де білмейтін едіңіз. Дарынды бала. Мысалы, Естемеханда ағайларыңыз әрфімшіға түсуші, сондай бір үміткер балалардың бірі, өте дарынды бала деп ылғи мақтап айтып отырады. Мен өзім айтып өтсем, сол келу тарихымызды.
біз үшінші, менің балам өзі ұлым да қызым да отличник, жаңағы Жазира ханым айтқандай, екеуісі де озат оқушы мектепте. Кішкентайынан сол логикаға жақын болды. Тек қана ойыншық, бала ұқсап ойыншық машинка, автомат, пистолет алмайтын. Магазинге барса лего, одан кейін кубик, рубик, әлі де кубик бірнеше түрі бар еді. Кубик, үштік, төрттік, соларды секундқа қойып жарыстырып отырады қазір үйде. Одан кейін лего құрастырады. Машинка, пистолет ойнамайды. Одан кейін жаңағы сканворд, кроссворд, шешетін тек қана ми жұмыс істеп тұру керек. Даже тамақ ішіп отырып тұрғаннан бүйтіп шұқылап ойнап отырады үйде. Келу тарихына келдік қой енді. Сол 3-ші класстан іздедім негізі ұлыма. Енді математика, бізде ғылымның атасы дейміз. Математиканы білген бала жерде қалмайтын, өзіміз түсінеміз ғой. Іздедік, апаймен ақылдастым, сынып жетекшісімен ақылдастым. Ол кісі айтты, бір қосымшадан беретін ағайлардың телефонын берді. Ол кісі былтыр осы декабрь айында. Ол кісілер айтты, біз 3-ші класста оқыта алмаймыз, 3-ші класс әлі ертеректе, дәл қалыптаспады балдар. Сіздер 4-ші, 5-ші класста келіңіздер деді. Жақсы дедік та, мен өзім қатты іздеп жүрдім да, қосымшаға беруге, дамыту үшін, баланың білімін жетілдіру үшін. Одан жүрдік, соны 4-ші класты бастадық. 4-ші класты бастаған кезде қыркүйек қазан айында сынып жетекшісі Гүлмира Асқарқызы айтты, мен сіздерге бір орталықты айтайын. Ол кісіге де айтып қойған, бір жақсы орталық болса айтыңызшы, білім дамытайық деп. Ол кісі айтты, жаңағы Нұрлан Мұханұлы жақсы математика ағайымыз бар, сол кісіге берсеңіздер, өкінбейсіздер деп, өзінің сынып жетекшісі мұғалімі ұсыныс бізге айтты. Осы Нұрлан Мұханұлының орталығына барып көріңіздерші деді. Мақпал ханым жаңа мастер-классқа шақырды. Өкінішке орай мен қатыса алмадым ол күні. Өзімізде реформа болып жатты ғой. Реформаға қол қою керек болды да, қатыса алмадым. Бірақ әкесі кешіксе де сол күні келіңіздер деп 4-те келді. Бірде қатысатын реформаға, мастер-классқа 4-те келді. Ағай қосымша тест тапсырмай берді. Сосын тапсырды, келді сұрап жатырмын. Қалай болды ұлым? Математика қалай екен? Жоқ, қиын болмады, мама. Тапсырмалар әзірге қиын. Мен айтым, ол бастапқы тапсырма шығар. Сынып жетекшісі соны сұрап жатыр, қалай болды? Тапсыра алды ма? Есепті шығара алды ба? Ағай не деп жатыр? Ағайдың қандай балаға қандай не қойыпты, дәрежесін қойыпты деп сұрап жатыр ғой. Одан кейін оқып жатыр. Қарашаның 5-нен осы уақытқа дейін толығынан 3 ай болыпты біздің оқып жатқанымызға. Барды, 1-2-3 аптадан кейін Естемихан жаңа 4-ші мектепшілік 4-ші класстардың арасында олимпиада болды. Олимпиадада ағайдың арқасында ағайға 1000 алғыс, 1-ші орын алды, дәрежесі көтерілді енді. 1-ші алдында жүрген оқушылардың алдында қатысып жүрді, олимпиадаларға қатысып жүрді, 2-де, 3-те қатысып жүрді, дарынға қатысады, математикадан болатын жаңағы олимпиадалардың ешқайсысын жібермейді. Ақбота болсын, дарын болсын, мектепшілік болсын, 2-ші, 3-ші орынға түсіп қалады, бірақ настроениесі болмай қалатын. Ағайға қатысты өзіне сенімді болып барды. Кірді ғой есіктен. Алдында енді апайдан естіп аламыз ғой, алдыңғы 2-ші, 3-ші класста Естемихан 2-ші орын алып қалды, 3-ші орын алып қалды, жетпей қалды шамалы деп. Биыл қиналып логикалық тапсырмалар көп беріледі олимпиадада. Одан кейін апай айтты, апайынан сұрап жатырмын ғой. Апай да қуанды, өзі де есіктен кіре салып, үйге кіре салып, мама, мен білем, мен 1-ші орын алдым деді. Ол кезде результат шықпаған. Сосын 3-тен кейін шықты, олар сағат 11-лерде тапсырған. Түстен кейін апай жазады, Естемихан 1-ші орын алыпты олимпиададан, енді 10-ші сыныптың ішінен 1-ші орын алып тұр деген кәдімгідей дәреже ғой. Оның бірден бір себебі осы ағайымыздың қосымшасына қатысқан 2-3 аптадағы нәтижесін айтып жатыр мен бұл жерде. Апай да қуанып жатыр, өзі де қуанып, өзі сенімді болып келді. Сіз мен айтар едім, сенімді болып келді. Сіз сондай бір өте бір сәтті келдіңіздер, өйткені осы 4-ші сыныпта көп ата-аналар сол мәліметті білмей қалады да, уақыт өткізіп алып, 5-ші 6-шы сыныпта баланың сондай оқитын уақытында уақыт өткізіп алып, кейін дайындалуға келіп жатады. Бірақ ол кезде баланың мына 5-ші сыныпқа өткенде 1-2 тоқсанда күрделі тақырыптар өтеді. Сол кезде бала соны түсінбей бастаса, өйткені бастауыш сыныпта бір ғана мұғалімге үйренген, 5-ші сыныпқа өткен кезде балада адаптациялық уақыт болады. Әр сыныпқа бөлінеді деген сияқты. Сол кезде балада не бола бастайды? Сабақ үлгерімі төмендей бастайды. Осы кезде математикадан күрделі тақырыптарды түсінбей қалса, ол ары қарай уже
физика, химия деген сияқты күрделі пәндерді түсінбей бастайды, балаға қызықсыз бола бастайды. Сол себептен тура уақытында келдіңіз. Иә, уақытында келдіңіз. Сіздер жақсы келдіңіздер. Мұғаліміне рахмет. Өйткені Гүлмира ханым, ол кісі Алтынбектің анасы, биыл бізде 7-ші сыныпқа емтихан тапсырайын деп отыр. Алтынбек сол мастер-классқа келген кезде есепті шығарып, сол бізде июнь-июльде ағай тегін оқыттық, онлайн оқыттық. Одан кейін августте бір ай офлайн тегін оқыттық. Не үшін? Өйткені көп балаларды мастер-классқа келген кезде байқаймыз. Мысалы 5-ші сыныптағы балалар 4-ші сыныпта көп есептерді шығара алмайды, 6-ші сыныпта өздерінің өтіп кеткен тақырыптарын ұмытып қалған, болмаса соны дұрыс түсінбеген. Сонымен сол пробелдерін толтырайық, өйткені күрделі форматқа балаларды кіргізу үшін балаларға бір 4 ай уақыт кетеді негізі. Соны алдын алып, солай оқытқанбыз. Сол кезде Алтынбек бірден көзге түсті біздің. Есепті жылдам шығарады, өзі көп сөйлемейді, тез есебін шығарып. Қағылез дейді ғой, бірден қағып алады. Оны біздің қараса жақтың кісілері ғой. Ол кісілер, содан ағайларыңыз Алтынбекке қарасаздың парелі деп андай не қоймаған, ат қоймаған. Құдай қаласа енді Алтынбегіміз мен өзінің атына заты сай, болашақта үлкен бір азамат болатынына біз сенеміз, анасына да ылғи айтамыз. Сол енді биыл түседі деген үміттеміз, Құдай қаласа. Енді анасы да қазір уайымдап отыр. Әр сенбі сайын 3 сағаттан ағай дайындап жатыр қазір. Пробный тестке кіреді балалар, соны шығара алмай қалған есептерін келіп талдап, қазір солай. Биылғы емтихан форматы оның үстіне бақылау форматында болайын деп тұр. Өйткені бұрын жауаптар болса, сол жауаптарын белгілей салатын еді ғой. Өйткені ондай жоқ, тест жоқ, кәдімгідей өтір нүктесіне дейін. Мысалы, мен өзімнің үлкен ұлым оқып жатқан БЖБ ТЖБ-ларында оларда мысалы өтір нүкте дұрыс болмаса, бір сызықты дұрыс сызбаса, мұғалімдер дәптер тексермейді. Міне, Нұрлан ағайларыңыз да оқып жатқан балалардың бәрі қазір сызықтық теңдеу дегендерді сызғанда енді керемет. Бұл жерде балдар қызығушылықпен келеді. Менің балам. Одан кейін көп балалардың байқағаным, бұл қызығушылықтары жоқ. Өйткені математиканы тек андай күрделі немен түсіндіреді да, балалар түсінсе түсінсін, түсінбесе қойсын деген сияқты дүниемен түсіндіреді. Мұғалімдердің көп қателіктері. Нұрлан ағайларыңыз жанын беріп, сол балаларды осы бауырына басып, сондай жақсы көріп, үйге келгеннен кейін бүйтіп рахаттанып отырады. Ой, осы балам деген бүгін керемет есеп шығарды. Сондай, мен видео түсіруге барған кезде балалар мен мұғалімнің арасындағы ерекше байланыс жақсы. Мен түсіруге кірген кезде олар танымайды ғой, мен анда-санда барамын. Жан-жағындағы адамдар қарамайды, олар тек қана есептерін шығарып, ағай не айтады, болды, соны тыңдайды, болды. Солай қызығушылығын оятудың тапсырмасын шығарған кезде де мен байқаймын ғой, бірінші мектептің тапсырмасынан гөрі келе салып, мен бірінші үйге кіргенде тексеретінім, бірінші үйге кіргенде сумкасымен алам ғой. Үй тапсырмасы қанша пайыз алдың? Өзі жаттап келеді. 94%, 82%, 78 болды. Неге 78? Мен ана есептер түсінбей қалыппын, ағай түсіндірді, менің қасыма. Содан кейін мен түсіндім дейді. Сол ағай айтады ғой. Ағайларыңыз негізі үйге келгенде көп сөйлемейді, жұмыстан шаршайды ғой. Бірақ кешкі тамақты отқан кезде ол айтады, Естемехан деген бала, оның қабілеті қай жақтан келген деп өзі солай сөйлеп отырады да. Сосын мен айтам, Естемехан деген папасымен келген ол бала. Сосын айтам, сөйтсем ол кісі айтады, енді өте сондай мықты бала деп, енді түбәт тіл көзден. Аман болсын. Енді Гүлжазира ханым, сізде мастер-классқа келген кезде, мен байқаймын, ата-аналардың көбі, мен түсінемін ол кісілерді. Бұл не дейді, жолдан өткеннен кейін. Сізге сұрақ қойғанда сіз кәдімгідей жауап бергіңіз келмеді. Бірақ түсіндім. Бұл кісі көп қиналған. Содан кейін мәлімет тыңдайды, не алады, ағайды көріп. Бірден 2 балаңыз бердіңіз, үлкен қызыңыз. Үлкен қызым 8-ші сынып, сосын 6-ші сыныпта ұлымды бердім. Бірақ мастер-классқа 6-ші сыныпта ұлыммен келгем негізінде. Сол ұлымды енді хотя бы соны дайындайын деп келдім. Жаңағы сіз айттыңыз ғой, мастер-класста таңғалу керек дедіңіз ғой.
таң қалдым мен. Таң алдыңыз ба? Мен өзімнің жаңағы өмірімдегі мұғалімдерім есіме түсті да, бала үшін жанын береді. Хоть и ақылы болса да, бірақ жанын беретін адамды көрдім. Нұрлан ағайды көрген кезде. Сосын жаңағы ошибкаларым түсіндім. Қызымды ой неге жаңағы ақылы болса да РФМШ-ға бермедім деген сол жаңағы. Иә, соны білмедім да, сол немді, сол өзім қателерім түсіндім. Сосын жаңағы тесттен өтпей қалғаннан кейін қайтадан сол бұрынғы жаңағы деңгейдегі мектепке қайтадан бару балаға өте қиын екен. Баланың деңгейін қайтадан түсіп кетуіне әсер ететін сол кезде түсіндім. Енді күшті эйфориямен келдім. Айтамын ғой, мен айтам, егер сен нақты бір адамның проблемасын шеше алмасаң, сен ол нәрсені жасама деймін да, мен өзіме де солай айтам. Бір сахнада сондай бір шедевр әнді айта алмадым ба, сондай костюм кие алмадым ба, мен шықпай-ақ қояйын деген сияқты мен өзіме сондай бір нәрсені қоям. Ағайларыңыздың да енді 100%-ға, даже 200%-ға кісінің білім беретініне сендім. Және ол кісінің енді ораторлық қабілеті өте мықты, иә. Енді ол кісінің тәжірибесінен алынған ғой бәрін дәлелдеп көрсеткенде, ата-аналардың көзі жанып, кейбір ата-аналар орнынан тұрып кетеді. Сондай. Эйфориямен келді. Папамызға айттым ғой, келе сап мынандай ұстаз көрдім мен. Мен ана жолы бір оқиға айтайыншы, қызым тісі ауырып қалды. Содан сабақтан қалдық. Сөйтсек аллерго тест керек екен. Содан аллерго тестті бейсенбі күні тәртен тапсырайық дедім. Сен бармай қой қосымшаға, мен ағайға айтайын апайыңа. Сен ауырып тұр тісін. Содан кейін барып тісіңді емдетейік десе, жоқ дейді мама. Мен шыдаймын тамақ ішпей дейді. Мен сабаққа сабақтан қалуға болады мектеп. Қосымшадан қалмаймын деп. Сонымен тісін де ұмытып кеттік, жазылып кетті тісі сөйтіп жүріп. Арайлым қызығушылықпен келеді. Мен балам айтады, қазір интенсивте қанша, 1,5 сағат па? 1 сағат. 1 сағат, дайындалады. Интенсивте 3 сағат? 3 сағат дайындалады. 3 сағат дайындалады, сол айтады, мама 3 сағат дейін тез өтіп кетеді деп ұлым айтып келеді мысалы. Онда балада қызығушылықпен есеп шығарып. Иә, негізі қазақ балаларының бойында бұл математикаға деген қабілет бар. Барлық балада бар. Тек қана соны ояту керек деп Шалтай Смағұлов мысалы академия сол кісі айтқан ғой. Сол секілді ол математиканы оқымайтын бала жоқ, тек қана оны түсінбейді балалар. Ал бізде түсінбейді, тәртібі нашар деген балалар келді ғой. Сол балалардың өзі қазір қандай болды. Сол балалар қазір есепті шығарып, бұрын мектепте оқығысы келмейтін балалар, ата-анасын тыңдамайтын балалар қазір деген өзгергенде енді өте керемет өзгеріп енді ата-аналар риза. Сол Арайлымды да ағайларыңыз айтып отырады. Октябрь кезінде келдіңіздер, иә? Ноябрь қойым, иә? Мен айтам ғой Нұрлан ағайларыңызға, болды енді мастер-класс жасамай-ақ қояйық, жаздай мен кішкентай баламен жүрдім ғой бір қолымда. Мен шаршап кеттім, болды осы балаларды оқытып алсаңызшы. Ата-аналар күнде жасады мастер-класс. 10-15 ата-ана жиналып тұр. Жасаймыз, ағайларыңыз шаршап тұрсын, жасайық. Өйткені әр мастер-класста Арайлым секілді өте қабілетті жақсы балалар келеді. Соларды көргенде шаршағанымыз басылып қалады біздің. Арайлымды ағайларыңыз мақтап отырады, өте есепті жақсы шығарады. Сондай керемет деп ағайларыңыз енді былай көп айта бермейді. Бірақ айтады. Мен сол кезде жақсы галочка өзіме неғып отырамын ғой, түртіп қоямын, жақсы. Енді мен балаларды күнде сабақтың қасында болмасам да, балаларды сырттай біліп отырамын ағайларыңыздан. Ал енді Арайлым айта ғой, жалпы мектепте бұрын математика пәнін қалай болды ағайға дейін? Шығара алдың ба? Қазір қандай бір жақсы өзгерістер болып жатыр ма? Соны айта ғой. Мен өзім 62-ші гимназияда оқимын. Ол жерде математика апайлары жақсы. Бірақ та сол РФМШ, НИШ сияқты мектептерге түсу өте күрделі болады. Осы мектепшілік біліммен. Сондықтан мен 5-ші сыныптама қосымшаға барып жүрдім. Содан олимпиадаларға қатыстым. Бірақ та олимпиадалардан мен орын ала алмадым. Келесі жылы сол мен қосымшадан 5-ші сыныптан 6-ші сыныпқа дейін бардым.
6 сыныпқа дейін біз әр апта сайын тест тапсырып отырғанбыз, бірақ та тесттен ешқандай нәтиже көрінбеді. Сондықтан анам уайымдап мені осы Сканави орталығына әкелді. Осы жақсы екен, ағай осы қиын уақыттарында жақсы мотивация, білімге деген жақсы ұмтылыс береді. Күшті. Көрдіңіз бе, баланың тілмен мотивация береді. Арайлым биыл қай класс еді? 6-шы. 6 сынып, иә? Пробный тестқа кірдіңіздер, иә? Кірдік, иә. Өткенде айтып отырды, Иә, иә. Пробный тестте енді Құдай қаласа енді соның нелермен жұмыс жасап жатыр, қандай есеп шығара алмады, иә шығарды деген сияқты. Қалай пробный қиын болып жатыр ма? Баяғыда пробный маған қиын келуші еді, бірақ та қазірге қарағанда маған жеңіл болып жатыр. Шығара алмаған есептеріңді ағаймен сабақтың үстінде талдап жатсыңдар ғой, иә? Иә. Иә, сол әр сенбі өтіп жатыр. 3 сағаттан. Одан кейін басқа оқу орталықта ата-аналар көп естіп, бізде дайындалсақ. Өйткені РФМШ-да біз балаларымыздың жазу қалай болады? Өйткені мына емтихан алдында балалар да ата-анада өте қобалжиды. Сол ағайға келсек, балалар өздеріне сенімсіз болады ғой. Қорқады. Кірген кезде біліп тұрған есепті шығара алмай қалуы мүмкін. Бірақ енді бізде оқып жатқан балаларда шыны керек ондай былай қорқу деген сияқты ондай не жоқ, сенімді кіреді. Айсұлтанның өзі де кіріп емтиханды өте оңай мектепте кәдімгі оқу орталыққа келіп дайындалып жүргендегі қалай шығарды, тура солай әр есеп миына жазылып тұрған. Ағайын курсына қатысқанда сенімді болады екен. Мен айтып отырмын, ұлым олимпиададан келгенде мама мен бірінші орын аламын деп. Ол кезде шықпаған. Әрбір шығарған есебін бала жатқа біліп тұрады. Уже олардың көз алдарынан өтіп тұрады. Айттым ғой, мен бірінші 9 класста оқыдым ғой, және де қорқынышпен оқыдық 9 класста. Шығып кетпесем екен деген. Және осында енді Нұрлан аға сияқты мықты мұғалімдер сабақ бергеннен кейін сен қорқасың. Уже ол кісілерден кейін экзаменнен өтіп, ол кісілердің білімін алғаннан кейін, 1 жылдан кейін барып, уже өзіңе сенімділік пайда болды. Міне мен өз басымнан өткен. Уже 10-шы сыныпта мен кәдімгідей уже қорықпай экзамен тапсырсам мен шығып кетпеймін деген уже қорқыныш жоқ болды. Тапсырам экзамен, сессия ма болды деп дайындалу керек деп. Бізде де сенімділік қалыптасты. Себебі жақында мынандай жағдай болды. Мен жұмыста отырсам, балам жазып жатыр маған. Мама, мына мектептен мені шығарып ал. Мына мектепте оқығым келмейді деп жазып жатыр, тоқтамай. Мен науқас қабылдап отырмын. Сонымен бір кезде не болды десем, менің есебімді дұрыс емес деп жатыр дейді. Сонымен енді класс жетекшісіне звондап айттым енді. Мен қолым тимей жатыр еді. Енді баламның сөзін сөйлейтін ата-ана емеспін мен негізінде. Мен үшін мұғалім деген мұғалім маған құдайдай. Өзімізді солай тәрбиелегеннен кейін мұғалім деген солай қалыптасқан. Сонымен класс жетекшісіне айтым, жарайды, мен қазір есебін басқа мұғалімге апарып тексертейін деді. Ол қалалық тест екен. 15 сұрақ болған, ішінде 3-еуі дұрыс емес депті ұлыма. Ұлым бұрын бүйтіп не қылмайтын, дұрыс емес десе дұрыс емес деп қоя салатын. Өзінің я деген көрсетемайтын да. Сонда ана жерде жоқ, менікі дұрыс, сіздер қате жіберіп тұрсыздар деп мұғалім, алгебра мұғаліміне. Сонымен класс жетекші алып басқа мұғалімге барып тексертеді, 3-еуі дұрыс. Көрдіңіз ба? Өйткені мына мастер-классқа келген кезде ағайларыңыз тесттің бір есебін әдейі қате жазып қояды. Содан балалар кейбір балалар кәдімгі ағаймен спорт етеді. Ағай негізі сабақ барысында балаларға спорт етуге үйретеді, соны таласуға, өзінің мнениесін айтуға, дәлелдеуге. Көрдіңіз ба? Иә. Бұл енді өте жақсы қасиет негізі. Өткене қыстық каникул кезінде барлықтарыңызға берілген шығар, 100 есептен берілді ғой. Прям жақсы болды негізінде, сол есеп бергенше. Күнде анау артық қазір балдар деген ғаламтор, мен улап жатыр ғой, неше түрлі ойындар. Есеп бергені бізге өте жақсы болды. Жаңа есеппен күндіз-түн сонымен айналысып отырады. Одан кейін жаңа қарындасына да үйрет деп қоямыз. Енді шамасы келгенше ағайдан үйренген үйретіп жатады да. Жаңа логикалық тапсырмалар ғой жерде.
Жалпы сондай көбірек есеп берсе жақсы болар еді дегенім ғой. мына Қарлығаш ханым бүгін келу керек еді подкастқа, ол кісі келе алмай қалды бір себептермен. Ол кісі де осы сіздермен қатар келді ау деймін. Баласы мүлдем математиканы түсінбей сөйтіп жүрген екен. Ішкі мотивациясы да өзінің не істерін білмей жүрген бала ғой. Өзінің несін жоғалтып алып қандай мақсат қою керек білмейді деген сияқты. Ағайдың несін мастер-классын тыңдағаннан кейін, үйіне барғаннан кейін ол баланың ішіне кәдімгідей вулкан сияқты атылған ғой. Оянып, таң алтыда тұрып ютубтағы есептерді қарап шығарып, еще андай айтады, 5-ші сыныпта өзінің пробелдері бар, 5-ші сыныпқа қатысайын деп ағайға 5-ші сыныпқа да қатысып, 6-ші сыныпқа да қатысып, солай енді мектеп өте алыс, соның өзінде андай немен келеді ғой, сондай бір қызығушылықпен. Өйткені балалар деген бұл болашақ тұлға ғой. Қазір біз бала деп қараймыз, бұлар біз өзіміздің бала күнімізде, мысалы мен Парасат журналын бала күнімде есімде 4-5 класста ауылда, сол анам мұғалім ғой, сол мектептен алып келген болу керек, соны көріп мен кәдімгідей соны қиялдап, соның бетіне шықсам деген сияқты. Біздің бала күнімізде бізге сондай бір білімнің маңыздылығын түсіндірген, соны бір жолға қойған адам болған жоқ. Шыны керек. Әйтеуір мектепке барып оқисың, болды. Сонымен қазіргі мысалы балалар, мен айтып жатырмын да, қазір балаларға Жәутік мектебіне тапсырып түсер, тапсырмай түссе де олар балалар бақытты, өйткені ол балалардың ата-анасы да қандай бұл ақпаратты білді. Бала да өзінің болашағына деген қаншама өзінің армандары оянды. Ең басты ары қарай колледжге кетіп қалмайды, ұбт-ны жақсы тапсырады. Бізде ұбт деген бір не ғой, кәдімгідей андай қиын. 140 балл алған балаға машина беріп, оны бүткіл жерде көрсетіп сөйтіп жатады да. Өзіміздің танысымыз Сандуғаш ханымның қызы, біз сол Қарасазға барып, тауға сол барып жүрген кезде кішкентай осы Арайлымнан да кіші екен, сондай қыз болатын, ойнап жүретін. Тойға барғанда да андай ақ көйлектерін киіп ойнап жүрген көз алдымда. Сол қызды сол Сандуғашта ары бері тасып оқып жүрген. Сол неге РФМШ-ның сайтына шықты, міне әлемнің 7 университетінің грантын ұтып алды мына қыз деп. Бірақ Ақнұрды енді одан кейін көрмегенбіз ғой біз. Бірақ Ақнұр екенін былай ұмытып қалғанбыз. Кейін сол таныстарымызбен сөйлесіп неғып отқан кезде айтады, Ақнұр осылай болды ғой. Сол Ақнұр, біз айтып жүрген Ақнұр Сандуғаш Тәтен қызы ма? Енді біз осындай білімге ұмтылуымыз керек сияқты. Әлемнің 7 университетін ұтып алды. Көбінесе мысалы қазір шетелдік университеттердің 25-ке жуық, 24-ке жуық филиалдар ашылып жатыр. Қазақстанда отырып та шетелде оқуға болады, қазір грантқа түсіп. Одан кейін қазір 11 университеттің тағы филиалын ашайын деп жатыр. Одан кейін профориентацияға байланысты балаларға қазір мүмкіндік өте көп бұларға ше. Әлемдік масштабта жұмыс істеуге. Мысалы Ақнұр былтыр 1-ші курсын бітіріп келді. Сол Жәутік мектебінде оқушылармен кездесу жасады, жұмысқа орналасқан. Көп ата-аналар ойлайды, қыз баланы оқытса болмайды, ол шетелге шықса қорқынышты деген сияқты. Жоқ, керісінше қыз баланы керісінше оқыту керек деп ойлаймыз. Өйткені Ақнұр қалай көз алдымызда өсті. Ата-анасы ешқандай қорыққан жоқ, қызына сенімді, білімді қыз еш уақытта ондай жаман нәрсеге бармайды. Ол өзінің басына сенеді. Оның өзінің қызығушылығы бөлек, ағылшын тілінде, орыс тілінде, 3-4 тілде сөйлеп тұрған қыз, ол қандай жаман нәрсеге барады. Жұмысқа кірген. Және 3-4 мемлекетте оқып шығады екен. Стипендиясы бар, Міне, осындай біз жастарды көбірек айтуымыз керек сияқты. Өйткені қазір бізде енді президентіміз барлық мүмкіндіктерді ашып жатыр ғой. Балалар оқысын. Қазірде мысалы балаларымызды біз Лондонға, Дубайға, профориентацияға жібереміз. Барсын, көріп келсін. Біз мына жерде айта бергеннен барсын, көрсін. Өздерінің мамандықтарын өздері таңдасын. Қазір білімді ғой, қазір өзі білімге көп мән беріп жатыр негізі, ата-аналар. Негізі бір баланы тәрбиелеген, ол бір бүкіл ортаны тәрбиелейді ғой, үлкен ортаны. Өйткені оны қарайтын себебім, жәнегі біздің балалар шетелден
бірінші орындар алып жүр Иә. ғой, бүкіл мынау пәндерден бірінші орындар алып жатыр. Инстаграмы, иә, жәнегі физикадан да, химиядан да, математикадан да. Иә, сол міне, балаларды сол- көрсету керек, иә, көбірек сол көп көбірек керек. насихаттау Иә, керек, сол мән беру балаларға керек. жағдай жасау Иә. керек, грант беру керек деген сияқты. Ағайларыңыз былтыр жаңа жылда, әр жаңа жылда андай жұмыстан шаршайды ғой ол кісі. Солай бір 10 күндік каникул болған кезде бірден билет алып, сол не кетіп қалады. Не Дубайға кетеді, не Қытайға кетеді. Барып кішкене андай миын демалдыру үшін. Мен оны жақсы қабылдаймын. Балаларды алып қалам, барып, енді үлкен ұлымды алып, үлкен екі ұлымызды алып, барып сөйтіп келеді. Сол кезде ана Қытайға барғандағы, үрімжіге барғандағы досы былтыр жаңа жылда екінші класс оқитын егіз ұлы 5-ші сыныптағы есептердің бәрін шығарып тұр. Барған жерде есептерін тексереді да, отырғызып есеп, сен жарысшы менің баламмен деген сияқты. Қытайда оқып жатқан балалар қандай, бізде оқып жатқан деген сияқты ағайларыңыз. Сөйтіп, ана екінші класстың балалары математиканы өте жақсы меңгеріп алған. Содан ағайларыңыздың намысы келіп, иә, әлемдік, иә, біздің балалар неге оқымай жатыр деп, солай келіп, сол иә, биыл 4-ші класстан бастап алайық. Көп ата-аналар 4-ші классқа келген кезде 5-ші класстың программасын өтіп жатсыз, қиын есеп беріп жатсыз, баланы қинап жатсыз деп біздің ағайларыңыз сондай айтады, ренжиді. Түсінбейді ғой олар. Ресейде 13-ші сыныпта өтеді. Математика 5-ші сыныпта. Сонда біз 2 жыл, 3 жылға кей кездері даже 8-9 оқитын балалардың өзі 5-ші сыныптың математикасын түсінбейді. Неге? Өйткені математиканы түсінген бала ары қарай 8-9-да жақсы оқиды. Иә. Сол айтайын дегем, жаңа қазір бізде 4-ші класста жаңа жылдан кейін басталды, 3-ші тоқсан бөлшектерді оқып жатыр да. Ол бізде мынау Сканави орталығында ол бөлшекті ноябрь алдыда жүреді да, тақырып алдыда жүреді, мектептікі артта жүреді екен. Балаға ол көп жеңіл болады деп ойлаймын өзім. Қазір мысалы өтіп жатқан тақырыбы, мектепте өтіп жатқан тақырыбын мысалы Естемехан ойланбастан шығарып отыр. Ол мүмкін біздің қолдауымыздың арқасында, мүмкін ағайынның тәжірибесінің арқасында жеңіл болып жатыр. Қазір енді математикасының бары енді толықтай бұрында 10 алып жүретін, бірақ бұрынғы қарағанда сенімді нақты 10 болып тұр ғой қазір бізде. Енді бұл жерде мынандай мәселе бар да, көбінесе балаларды біз ағайларыңыз үйін оқытады, онлайн, одан кейін офлайн 1 ай тегін оқытады, одан кейін сентябрь, қыркүйек, қазан айында мектеп программасының бәрін өтіп тастайды. Өтіп тастайды, балаларда негізі керек тақырыптарын ғана өтеді да, баланың уақытын алмайды. Сөйтіп, сол Сканави осы кітабы бойынша, негізі Сканави деген кітап бұл Жатук мектебінде оқитын балалардың жастана оқитын кітабы ғой. Сол есеп бойынша есеп шығарады. Көбі түсінбей жатады, сіздер не орыстың бір несін қойып қойдыңыздар, неге бұл Сканави деген сияқты. Автор. Сканави деген сол мастер-класста айтты ғой сол. Иә, ол кісі енді не ғой, математик, солар әулет үлкен. Енді қазір Пифагор деген мектептер бар ғой, сол секілді ол Сканави. Ағайларыңыз бірден Сканави деп қойды. Мен басында ол қалай болады деген сияқты. Жоқ, мен ана бірінші естіген балалар сол бойынша шығарады. ағайдың фамилиясы. Шынайда. Содан кейін мен айтам, жоқ, бұл Сканави деген болмайтын сияқты, бір қазақша ат қойғанымыз дұрыс. Ағайларыңыз жоқ, бұл Жатук мектебінде оқитын балалардың жастана оқитын кітабы. Біз осы кітап бойынша балалардың есеп шығарамыз. Бұны андай математиканы білетін адамдар біледі. Біз білмедік. Мысалы математиканы жалпы біз енді әдеби, тарихи нелер білеміз да. Аристотель, Геродот, оларды жақсы білеміз. Сканави. Сосын Инстаграмда күнде қарап отырамын. Мен сіздердің Инстаграм парақшаларыңызды күнде кешкісін қараймын, айтып өттім ғой. Ағай қандай жаңалық салады екен, не айтады екен, жаңа жолда кетіп баратқан ақпараттардың бәрін ерінбей соны ашып қарап отырам. Қоңырау болсын, не болсын. Өйткені бала емеспіз, өзімізде білімімізді жетілдіру үшін ағайдың сөзін бәрін жібермей қарап отырамыз біз Инстапарақшада. Енді осы негізі мына дарын мектептеріне түсіп кеткен балаларға дайындалып, Жатук мектебіне түсу әлдеқайда жеңіл. Одан кейін Жатук мектебінде оқыған балаларға шетелдік университеттердің грантын жеңу өте оңай. Енді қазір шыны керек, мына көп ата-аналар балаларын аяйды ғой, білім берген кезде. Мен де аяймын, мен де жаным ашиды, ұйықтасын, көп есеп шығарды. Жоқ, ондай емес.
өзіміздің баламызда Баланы даярдамай иә міне жат мектебінде оқып жатыр ғой қазір Мгм. сабақтан кейіннен 2 сағат міндетті түрде есеп шығарады. Оның кәдімгі тамақ ішу, ұйықтайтын уақыты, режим, бүткіл қараңғы бөлмеде ұйықтау керек деген сияқты бәрін зерттеп мен оның барлық жағдайын жасап қойғанмын. Сағат 10 болды ма болды ұйықтайды. Мгм. Одан кейін сенбі жексенбі күнде Роза апайына барады, сол есептерін шығарады. Өйткені ағайларыңыз ұрсады. Қанша балалар қазір есеп шығарып жатыр жатақханада, сен үйде жатырсың деп. Сол енді ағайларыңыз өте сондай ұшақта кетіп бара жатса, машинада кетіп бара жатса да бізде мынандай бір әңгіме айтып отыру деген жоқ. Есеп талдап отырамыз ғой, сызып. Сондай. Иә. Енді көбінесе ата-аналардың қателігі инвестиция деген дұрыс түсінбейтін Иә. сияқты. Балаға негізі көбінесе 11-ші сынып бітіріп кеткеннен кейін үй алып беріп жатады, болмаса тойын жасап беріп жатады, болмаса емтихан тапсырып түсе алмай жатса, соның не дейді андай платный ақылы оқыса, оның оқу ақысын төлейді деген сияқты. Ол кезде емес, керісінше мен не дейді ана кішкентай 3 жасынан бастап дамытып, бастауышта жақсы мектеп, мұғалім таңдап берсе, одан кейін осы үздік мектептерде оқыса, 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып қой негізі баланың оқитын уақыты. Одан кейінгі баланы оқытқан тым кеш, ол баланың қызығушылығы да жоқ. Қазір телефон, интернет өте қиын баланы ұстау, тәрбиелеу де қиын. Одан кейін ата-ананы тыңдамайды балалар. Өте біліммен ғана ұстамасаң, былай балаларды ұстау қиын. 10-11-ші сыныптағы балаларды қазір ұбт-ға дайындап берсеңіз деп алып келеді, ол балалар миы қатып кеткен, қабылдамайды, оқығысы келмейді. Басқа Ата-анасын ойы, басқа тыңдамайды. ойы. Иә. Ой, Олар ертең не істейді олар? Сол көшеде мопед айдайды. Сіз айтпақшы, және мамаңыз, әке шешеңіз ба деп бір жыл мамам екеуміз кішкене сөзге келісіп қалдық. Мынау қызды дейді, сен дейді математика сүйреп дейді, және сіз айтпақшы шаршатып баланы бостан босқа, осы сен бекер деп екеуміз түсіндір. Сіздің мастер-классыңызға келем ғой мамамды. Нұрлан аға. Мен де келеш ол жолдасымды алып келейін деп жатырмын. Ол кісі де сол ете ма? Бірінші жаңағы неден көрді ғой үлкен қызым, Теслаға бардық, жаңағы Абайға да бардық, содан кейін онда уже нәтиже жоқ, бұл центрлерде нәтиже жоқ, РФМ-шын деңгейіне жеткізе алмайды деген қол қусыру. Иә, сондай болды да. Сонымен жаңағы мастер-классқа барып келіп, эйфориямен жаңағы бүйтіп айтып жатсам, ол жай ғана деп тыңдап отырды да. Сол жаңағы басқа нелердің, орталықтардың деңгейлерінен кейін ойлады, тағы да бір мына үйдің әйелі тағы бірдеңе бастап келе жатыр, тура сондайды деп соны ойлады. Енді үшінші баламды ойлап тұрмын, құдай қаласа сәуірде алып келейін, папасымен алып келейін. Өйткені мастер-классқа ата-анасы бірге қатысу керек. Өйткені анасы дұрыс ақпаратты алып кетеді. Барған кезде, жолдасын айтқан кезде ол кісі түсінбеді ғой. Түсінбеді, нақты фактілерді көрген жоқ. Оқыған бала қалай болатынын ертең білмейді. Сол себептен қарсылық болады. Солай көп ата-аналардың балалар биыл оқымай қалды негізі. Иә, бірге келіңіздер. Жалпы білім алуға келген кезде біз ашық болуымыз керек. Мәліметтерді бөлісуіміз керек, айтуымыз керек. Мысалы, мен өзім осы жолдан өткеннен кейін басқа ата-ана солай қиналмаса екен деймін да. Келіп тыңдаңызшы. Оқысаңыз да оқымасаңыз. Сол мен сұрайын деп едім. Сіздерде қабылдаған кезде конкурсқа сіздерде фундаменті бар балдарды ғана қабылдайсыздар ма? Енді бұл жерде мынандай 5-ші сынып бойынша 4-ші сынып бойынша есептер береді, өтіп кеткен сыныбы бойынша 6-ші сыныптар бойынша 5-ші сынып, 7-ші сыныптар бойынша 6-ші сыныптың 10 есебін береді. Сол бойынша балалардың бір 3 есеп, 4 есеп шығара білу керек. Енді мүлдем шығарамайтын балалар да бар әрине. Ол ата-ана үміт күтеді. Бала да қиналады, ол оқи алмай жатса. Сол себептен біз оны дұрыс қарауымыз керек. Иә, соны алып келіңіздер. Енді 6 апрельде өткізейік деп жатырмыз. Былтыр 30 ата-анаға өткіздік қой. 15 бала келеді, 15 ата-ана келеді деген сияқты. Енді залымыз кішкентай болды. Биыл енді келетін ата-аналар көп болып жатыр. Соған байланысты енді бір 60 орындық қазір не алып жатырмыз. 6-сына енді тіркеліп жатқан ата-аналар бар. Сонымен енді Құдай қаласа биыл енді 100 бала оқытамыз беді, 200-дің үстіне шықты.
енді осылай енді балалар сапалы білім алған жақсы ғой. Иә, бұны кеңейте беруіміз керек деп ойлаймыз біз. Енді математика, логика емес, ағылшынды да қосайықшы деп айтамын мен, өйткені төрт пәнді де дайындаңызшы, өйткені РФМШ нишқа түсе қалса нишқа түсер. Ағылшында дамысын, басқа орталықтарға балалар екі жаққа барып қиын болып қалып жатады. Сол себептен ең бастысы ата-анаға қиындық тудырмайық. Балаңды оқуына ыңғайлы болсын. Өйткені мен өзім бірінші, сіздердің орындарыңызға мен өзім бірінші өзімді қоямын. Ол қалай болады сол деген сияқты. Сол енді әлемдік шетел университеттеріне түсуге байланысты енді биыл көп балалар түсіп жатыр. Жәутік мектебінде бізде ата-аналар жиналысы болады. Әр неде қалмаймын, барам, қатысам. Өте керемет. Сен тұр, мен атайын ата-аналар. Енді сондай не дейді, ортада болған кейде шүкіршілік жасайсың. Мен өзім кейде көзіме жас алып енді ана актовый залда отырған кезде кәдімгідей не қыламын ғой, Аллаға разылығымды айтып осылай отырамын. Басқа ата-аналар да осында осы жерде отырсыншы деп. Өйткені қазіргі директорде өте көп профориентацияға байланысты қазір ақпараттар өте көп. Қайсы дайындайды, не бізде өзіміздің тәжірибемізден өткен нәрсені балаларға ұсынамыз, айтамыз. Осылай жасаңыздар деген сияқты. Жалпы сондай. Енді жалпы сіздер мына Нұрлан ағайларыңыз ылғи айтады, баланың жақсы болу ортасына байланысты, 50% ортасы, 50% білімге байланысты дейді. Соны сіздер қалай не аласыздар? Сол жақсы орта дегенді қалай түсінесіздер? Отбасы туралы айтатын болсақ, жаңа айтып өттік қой, бағана баланың алғашқы ұстаз ата-анасы деп. Бала тәрбие отбасында не көрсе, соны сыртқа шығарады. Мысалы, отбасында ата-ананың қарым-қатынасын өзі балаға үлкен рөл ойнайды. Мысалы, әкесі анасына қатты сөйлеп жатса, болмаса әкесінің ата-ана анасына деген отношениясы дейміз, қарым-қатынасы. Бала үйде не көреді, сыртта соны жасайды. Енді мен өзім мұғалім болғаннан кейін балдарды ата-анасын айтпай-ақ түрлеріне қарап оқамын. Кімнің ата-анасы қандай бір-бірімен қарым-қатынаста. Агрессиядағы баланың ата-анасы үйде әкесі, яғни сондай. Сөйтіп ойлап отырасың, бірақ жиналысқа келгенде тура сондай болып шығады ғой. Мысалы, ата-ана ең басты негізі ата-ана ғой. Бұл жерде баланың тәрбиесінде бірінші орында ата-ана. Егер қарапайым тамақ ішіп отқан кезде отбасында жақсы сөз айтып, баланы сөзге тартып, сен не істедің бүгін, балаға уақытша жетпейді деп айтамыз, уақыт бар негізінде. Ыдыс жуып жатып та, мысалы, баланы сөзге тартуға болады. Аяғын киіп жатып та балам бүгін, мысалы, не тамақ ішкің келеді, мына сабақта кіммен отырдың, достарың кім деп, мысалы, ортасын біліп алсақ, мысалы, тәрбиенің бастауы сол деп ойлаймын. Бірінші үйден бастау, өзімізден бастауымыз керек негізі баланы. Мұғалім кінәлі дейді, мұғалім кінәлі емес, ол негізі үйінде не көреді, соны жасайды бала негізі. Ата-ана өзі бірінші, өзін ортаға баланы бейімдеу керек жаңағы қалыптасуына. Енді дұрыс айтасыз, өйткені мына дарын лицейлерін бітіргеннен кейін осы үздік мектептерге оқып жатады ғой. Ағайларыңыздың өзі бір оқиғаны айтып отырады. 11 уақытында жатақханаға кіріп үлгермеген ғой балалар. Театрға барды ма білмеймін. Сол кезде полиция ұстап алады балаларды, енді 11-ден кейін қалай жүрген балалар деген сияқты. Сол кезде таң қалған ғой, балалар сондай тәрбиелі, өте мәдениетті, білімді. Полицияның өзі таң қалған, қандай мектепте оқиды мына балалар, аспаннан түскен ба деген сияқты. Сол себептен бұл енді бұл Жәутік мектебінің негізгі артықшылығы сол ұстаздардың білікті, нағыз маман олар. Біз өзіміз Роза апайымыздан қорқып отырамыз. Сабақта Роза апай былай деп айтты десе қорқа бастаймыз. Мен айтамын, апайың қарсы келме, апайың тыңда. Өйткені біздің мысалы мықты енді ұстаздарымыз мықты ғой. Сол айтып жатамын енді. Осындай ортада оқып жатқаныңа балам айтамын. Сен осының қадір қасиетін түсін. Сен қандай неде оқып жатсың деген сияқты. Сол жалпы негізі балаға сол білім беру ары қарай өз тойын жасап, өзін не дейді, оқуын оқып шетелге шығып кету керек қой бала. Сондай деңгейге шығып кету керек. Ата-анам, мысалы, мен өзім ата-енемде ол кісілер балаларына тек білім берген. Ары қарай балалар өзін өзі жасап жатыр. Балаға біліммен қатар сіздер балаларыңызды болашақта қалай елестетесіздер? Осындай бір жауапкершілігі
болғанын қалайсыздар ма, қалай елестетесіздер жалпы? Мен қазірден айтамын, адам бірінші жауапкершілік алып үйрену керек. Да? Сендердің қазірдің өзінде де өздеріңнің таңдауларың бар. Сендер еркін таңдау жасай аласыңдар, бірақ дұрыс таңдау жасауларың керек. Біз жолдасым екеумізді айтам, біз бірінші рет ата-ана болып тұрмыз. Біз сендермен бірге өзіміз қайтадан тәрбиелеп жатырмыз. Менің өзім, жеке өзім, жаңағы психология, бала тәрбиесі, соның бәрін қайтадан өзіме қайтадан іздеп, өзімді қайтадан перевоспитываю. Соны айтам, сендер де сол ізденіп, өздеріңе жауапкершілік алып үйреніңдер. Сендер біздің жауапкершілігіміз, біз мысалы түсінеміз соны. Сендер де қазірден бастап соны үйреніңдер. Өйткені бала біздің неміз емес қой, меншігіміз емес. Ол біз себепкер болуымызбен дүниеге келген адам. Оған біз дұрыс білім беріп, дұрыс орта қалыптастырып, кішкене фундамент береміз, аяғынан тік тұруға көмектесеміз. Ол тік тұрғызу деген ол жаңағы үй алып беру, көлік алып беру, үйлендіру ғана емес, білім, сосын жаңағы тәрбие. Сол бағана инвестицияға байланысты, көп ата-аналар осы кезде былай неғып жатады, ақшаларын тойға жұмсайды, басқа бір нәрсеге жұмсайды. Сол уақытта қысады, кейін балалар оқымай бастағанда, жаман ортаға түскен кезде қинала бастайды. Осы кезде сіздердің ойларыңызша сол инвестиция деген сіздер жалпы қалай түсінесіздер? Инвестиция деген біздің ол бала, негізінде бала, мен қазір даже мамаларға айтам, ішіңізде тұрған балаға даже кітап оқыңыздар. Қазіргі балалар тез дамып кетіп отыр, да? Нәрестелермен қараған кезде невропатолог ретінде қазір басқаша. Бір айында бала саған эмоционально күліп жауап береді қазіргі балалар. Бұрынғылар ондай емес. Соны айтамын, ішіңізде отырған кезде сіз оған кітап оқыңыз. Ол бала естиді сізді, ішіңізде внутриутробно дамып жатқан бала. Сол сияқты біз туылғаннан бастап бірінші тәрбие, өзіміз де тәрбиелеп отырып, бізді де біреу тәрбиеледі ғой, сол сияқты біз өзімізді де тәрбиелеп, балаға жақсы тәрбие беруді ізденуіміз керек. Содан кейін жаңағы білім, негізгі жаңағы сол білім, тәрбиемен білім параллельно жүру керек. Сол енді бастауыш жалпы мектеп таңдамау керек. Ағайларыңыздың айтқан сөзі, мектепте мұғалім таңдау керек. Мұғалімге байланысты бастауыш сыныпта. Сол себептен енді барша ата-аналарға айтамыз, бастауышқа берейін деп жатқан балаларыңыз болса 7 жасқа толтырып, одан кейін барып сол мұғалім таңдап, ұстаз таңдап, солай бойынша беріңіздер. Ол ақылы мектеп болсын, мемлекеттік мектеп болсын. Біз сол жаңағы бастауыш мектепте 136 мектепке бардық. Ол жерде мұғалімдер енді бастауышы, енді күшті сол мектептің, 136 мектептің жаңа тек қана білім ғана бермейді, тәрбиелеп отырып білім береді. Рухани нен бәрін соны беріп қарап отырып, күшті енді таңғаласың. Әлі де айтам, әлі де сол мұғалімдермен сөйлесіп тұрам, мерекелерінде құттықтап, сол қандай күшті мұғалімсіздер сіздер. Жақсы, сол енді сіз өзіңіздің ойыңызды айта кетсеңіз, енді жалпы инвестиция деген жалпы қанша жастан салу керек сізге? Инвестиция енді баланы туа сала, жәнегі іште пайда болған кісілермен келісемін. Жәнегі іште пайда болғаннан бастап инвестиция салу керек, және де баладан аямау керек қой. Баладан ол сенің болашағын. Еліміздің ертеңі ғой ол. Ертеңі, болашақ бағыт беріп балаға дұрыс, және дисциплина одан кейін. Және мен, бала мүмкін ол бала, жәнегі ол ошибаться етеді, қателеседі. Бала ғой ол, балалығын жасайды, қателеседі, жәнегі ерінеді, ойнағысы келеді, ол біз де бала болдық. Бірақ жәнегі дисциплина, требования, және қызым өзі айтты ғой, мен мамам қатты уайымдады деп. Арайдан көрі мен қатты уайымдаймын. Өзім енді сол ортада өскеннен кейін, оқығаннан кейін, мен де ойлаймын, балама дұрыс осы ортада өсіп өну керек депші, жақсы білім алу керек. Одан кейін сол оқудың маңыздылығын айтып отырмын. Балалар қазір түсінбейді ғой. Қазір олар оқып жатыр, бірақ олар қазір түсіне қоймайды, кейін түсінеді. Мен өзім қиналдым, мысалы бірінші жылы, сонда қосымша дегенді бардық, берді мені қосымшаға. Жәнегі жалпы мектепте білім беретін ағайларға берді. Ол кісілер
не үйрете алады маған? Мысалы, мен уже РФМШ-да оқимын, сонда жәнегі қосымша міне соны өзіңді таңдай білу керек қой, міне оны ол деген ол қалай десем, көп нәрсенің сапасына қарауға керек. Дұрыс. Иә. Өйткені сапасыз білім алып жатса, бала уақыт өтіп кетуі мүмкін. Иә. Сол уақыт өтіп жатқан кезде ол ертең кеш болып қалады. Сол себептен мейлінше сапалы. Өйткені менің өзімде бір сапасыз бір мысалы менің өзімде оқып отырамын ғой. Оқыған кезде сабақтан кешіктірмеу, сондай дүниелер жалпы кейінгі уақытта міне подкасттар жақсы шығып жатыр. Қараңғы бөлмеде ұйықтату керек баланы, жатын орны дұрыс болу керек деген сияқты нәрселерді көп айтады. Бұл да біздің соны өзімізге пайдалы жағын алуымыз керек. Жалпы балаларыңыз түнде қалай ұйықтайды, түнгі қай уақытта жатады, уақыттарын дұрыс ұйымдастырасыздар ма? Жалпы Естемехан сағат 11:23:30-да сабақ үй тапсырып, өзі қосымшаға барады, шахматқа барады, футболға барады, 3 қосымшаны алып жүр да қазіргі таңда. Кішкене өзім ойлап қоямын, осы баланы ертерек шаруашылық араластырып жіберген жоқпын ба? Өмірдің уақыты болмай жатады. Бала болып ойнауға уақыты жоқ, шынын айтсам шығар ғой. Сағат 23:30-да ұйықтайды, сағат 6:45 7-де тұрады. Өйткені түске дейін азанғысымен бірінші ауысымда оқиды да, сабақтан келеді, тамағын ішеді, даже тамақ ішіп біте салып сабаққа кіріп кетеді бірден. Өйткені үлгеру керек қой. Сағат 5-те шахматқа үлгеру керек, оның арасында үй тапсырмасын оқып үлгеру керек, жаттау беріп атады, қосымша тапсырмалар беріп атады, қорғаңдар деп жатады, мысалы әдебиетте басқа сабақтарда. Оның арасында аптасына 3 күн неге келеді, осы Сканови орталығына келеді. Суббота күні де демалыс, қазірдің өзінде воскресенье күні болса да қазір шахматтың алдынан күтіп алдым да бері қарай сүйреп алып келдім. Қазір барып тағы да қосымша сабақтан, ертең сабақ күні ғой, сабақтарын оқиды. Жалпы ұйықтайтын уақыты 23:30, азанғы сағат 6:45 7-де оянып сабаққа жиналамыз. Күні солай өтіп жатады. 22 сағат 10-да жатқызу керек деп айтады баланы. Ерте жатқызуға ертерек. Соны неғымыз керек? Өзімізді соған үйретуіміз керек. Жұмыстан шыны керек. Біз өзіміз сағат 21:00-да бізде енді ағайларымыз өте кеш келеді. Мен бұларды жат деп жатқызғанша сол 10:30 үй тапсырмасын тексереміз. Үй тапсырмасын міндетті түрде тексереміз. Жатар кезде әкесі талапшыл, ағай сияқты әкесі негізінде талапшыл, бірінші орынға білімді қойған әкесі. Менен бұрын қолдайтын сол ағылшынға бер. Әкесі балдарды білім жағынан жақсы қолдайды. Ағылшын, математика деп бірінші орынға қояды білімді. Өзі де білімді, математика негізі ол әкесі жағынан дарыған, ұлға да қызға да. Әкесі 12-ші мектепте оқыған, осы Алматы қаласында. Экономист қой мамандығы, экономист болғанмен математиканы жақсы. Өзі айтып отырады, мен бұрын мектепте оқып жүрген кезде елдер бір амалмен шығарғанда, мен 3-4 амалмен шығаратын математиканы деп. Баласымен қосылып оқиды қазіргі таңда. Математиканың қабілеті сол жақтан келіп жатыр екен ғой. Енді білдік. Жоқ, қазір әкесі бірге оқиды. Оған да қызық. Қазір ол кезде оқыған жоқ ондай. Қазір екеуі бірге оқиды математиканы. Мен шығарып жүрмін арайдың есебін. Да? Еске түсіріп. Қиын, жақсы бұл қалап кәдімгідей бар ғой. Пропорцияларды құрып, проценттерді есептеген кезде. Әкесімен баласы жарысып орындайды. Жарысып, өздеріне қызық сол. Мотивация бір-біріне. Дұрыс. Сіз уақытты қалай жоспарлайсыз балаларыңыз? Бізде балаларым жаңағы айтып тұрмын, жауапкершілік дегенді қазір түсініп жатыр. 11-де уже жатады. Үлкен қызым да уже 8-ші сынып оқитын. Санжар да өздері бөлмелеріне кіріп, жаңағы жатады. Заттарын түгендеп, уже ертеңге сумкасына дейін түгендеп, қазір қосымша болып кетті. Бізде де сондай. Өздері жатып, таңертең будильникті қойып, өздері тұрады. Біз бұрынғыдай барып тұрсайшы деген нәрсе жоқ. Өздері тұрады. Саналы түрде. Саналы түрде тұрады. Дұрыс. Мен сол 4-ші класс оқитын баламда қазір сондай. Таңертең өзі тұрады, сабағына қосымшасына барады, ағылшынына барады деген сияқты, Өзі айтсын. Нешеде ұйықтайсың? Мен сабақты қашан оқып бітемін, сонда ұйықтаймын. Бірақ та сағат
10-11-лерде сабақтарымды барлық жасап ұстағаныма тырысамын. Бірақ та мен ұйқыны жақсы көремін. Жақсы ұйықтаймыз. Енді каникул уақыттарында ағайларыңыз сабақ өтпейді байқадыңыздар, Иә, өйткені неге? демалдық, иә. Демалсын балалар. Иә, демалдық. Оны ол кезде оқытып, ол баланың энергиясын ол да енді не ғой, енді энергиясын да сақтау керек, бала да тынығу керек, ойнау керек деген сияқты, басқа орталықтар сияқты андай сабақ каникул уақытында балаларды оқытпаймыз. Ағайларыңыздың өзі де тынығады, біз де тынығамыз деген. Сол қуған кеттім енді. Балалармен қорып қосып бізде каникул қашан болады деп. Бітті. Баны демалдық қой, сол кезде болды Нұрлан аға ғой деп. Жаңа жылдың алдында демалдық қой. Ара айтып болмайды екен. Все, демаламыз деп. жүз есеп берді ғой ағай сол кезде. Жүз есепті бірінші ағай басты шықпай тұрып айтып кетті жаңа жыл. Ағай айтты, каникул кезінде жүз есеп беремін деді. Отырып алып бөлді күнге. И сонда 7 күн демалам, 7 күн демалғанда күннен есептен шығаруым керек деді. Сосын өзі күнін жоспарлады. Айтады, күн жоспарлады. Бір күн конькиге барам, бір күн ұлдың туған күніне барам, бір күн киноға барам. Сонда менде арасында 2-ақ күн қалып тұрмай есеп шығаруға. 2 күнде шығарып тастады. Бөліп, 2 сағатқа бөлді. Мысалы 10:00-де 10 есеп шығарсам, 14:00-де 10 есеп шығарам деп 2 күнге бөлді де 2 күнде шығарып тастады десем. Қалған күнде жоспары болды. Подкастымыз аяқтауға жақын. Жалпы барша ата-аналарға өте пайдалы болды ғой деп ойлаймын. Енді сіздер өздеріңіз сияқты қарап отырған ата-аналарға не айтар едіңіздер? Сол жайлы түйіндеп кетсеңіздер. Біз ізденіс балаға қай жерден сапалы білім береміз деген ізденіс. Жаңағы көбіне мектепте айтады, біз 3 жақты жұмыс істеуіміз керек дейді, ата-ана, мұғалім, бала дейді. Иә, біз не бере аламыз балаға? Ата-ана. Мен мысалы педагог емеспін, психолог емеспін. Сол үшін мен баланың жағдайын жасай аламын. Жаңағы айтып тұрсыз ғой, жайлы төсек дегендей, бала тамағы уақытылы болуы, сосын жаңағы үйдегі эмоциональный жағдай, үйдегі қарым-қатынас, тәрбие, соны жасай аламын. Сосын жаңағы сапалы білім беру, қай жерден білім бере аламын балама, қай жерге апара аламын деп соны ізденіс деп ойлаймын. Сол үшін Алла қаласа бүкіл қазақ баласы білімді болып шықсын. Білім алсын, жақсы сапалы білім алсын. Білімді болса, қазақ баласы білімді болсын. Дұрыс айтасыздар. Бізде сол қазір балаларыма да айтып отырамыз, Сингапур мемлекеттеріне, соны айтып отырамыз. Хайнанға да апарып көрсетеміз. Қараңдаршы қандай мына жерде мемлекет дамып кеткен. Балалар көріп келгеннен кейін өте сондай не қылады. Біз мына өз еліміз жасауымыз керек. Мына Алматының смогы деген сияқты проблемалар көп қой, мысалы сондай мәселелерді шешуіміз керек деген сияқты. Бізде сол сабақ барысында жалпы балаларға соны айтып отырамыз. Білім ертең сен ата-анаңа, отаныңа пайдалы болу керек деген сияқты. Сіз ата-аналарға не айтатын едіңіздер? Жалпы айтатын болсақ, жалпы балдар біздің депозитіміз ғой, былайша айтқанда. Білім басқадан аясақ та білімнен ешқандай қаражат аямау керек деймін. Ертең ол біздің қартайған кезде болашағымыз, бізді асыраушымыз, біздің болашақ енді тірегіміз болады балдар біздің. Сол жаңағы айтып жатыр ғой. Білім бәрін жеңеді. Білімді адам бәрін жеңеді, білімді адам еш жерде қалмайды. Сол ата-аналарға айтатын болсақ, енді қазіргі таңда осы елбасы өзі айтып отыр ғой, 21-ші ғасыр ғылым мен білімнің жарыс жылдары. Осы жалпы әлем бойынша білім мен ғылым жарыс жыл. Сол сияқты жастарымыз білімді болсын, осындай қай баланың қайсыға небі бар, қайсыға талабы бар, соған қоя білейік деймін. Балдарды қолдай білейік ата-аналар. Жалпы бала біздің болашағымыз деп айтар едім. Жалпы өзім баламды осы математика саласына бергенге еш өкінбеймін. Қолымыздан келгенше әкесі екеуміз енді баланың болашағы үшін жұмыс жасаймыз. Рахмет. Ата-аналарға енді мен бұл кісілермен қосыламын тағы да. Балаларға жақсы білім, сапалы білім беру керек, балаларымыздың болашағы.
енді бұл кісілер бәрін айтты, мен енді былай айтайын, Нұрлан ағаға Алла тағала күш қуат берсін. Нұрлан ағайдың білімді, тәрбиелі, білікті балалары көп болсын. Осындай жақсы жерлерге балаларымызды міне Сканавиға келсін. Егер де баланың, және әрбір баланың талабы әртүрлі болады ғой. Математикадан таланты болса, уақытын өткізіп алмай, уақытымен осы Нұрлан ағайға келіп берсін, сеніммен берсін. Сол айтарым енді. Дұрыс. Жақсы білім ал. Рахмет сізге. Ал Арайлым, өзің сияқты оқып жатқан балаларға не айтатын едің? Оқысын деп. Себебі біз білімді адам болса, білім болса, сен болашағын уже шешіліп қояды болашағын. Осы 5-ші сыныпта мектепте оқисың, сосын осы РФМШ НИШ сияқты мектептерге түсесің, сосын сен осы 11-ші сыныпта ұбт тапсырудың орнында сәт, IELTS деген экзамендерді тапсырасың. Сосын шетелге бір университетке точно түсесің. Қазірден бастап, Ағайдың мотивациясы мен емес, бұл жерде мен жоқпын. Дұрыс. Енді барша ата-ана, әрбір қазақтың баласы білімді болсын. Біз білімді қоғамды құрсақ, біздің мемлекетіміз аса дамыған елдердің қатарына қосылып, бәріміз осы отанымызды гүлдендіріп, туған жеріміздің туын көтеріп, осындай Жәутіков мектебі секілді мектептердің салынуына біз өзіміздің ықпалымызды тигізе берейік. Бұны жоғары жақтағы адамдар естиді деп ойлаймын. Және қазақ балаларына тек қана сапалы білім берілсін. Әрбір ұстаз, әр баланы бала деп қарамай, сол баланы өзінің баласына не тілесе сондайға оқытып, сондай уайымдап, солай болса жаман болмайды деп ойлаймын. Жалпы енді біздің бүгінгі тақырыбымыз баланың болашағы білімінде. Ата-ананың бақыты ол баласында. Бүгінгі тақырыбымызды аяқтаймыз. Құрметті ата-аналар, өздеріңіздің бүгінгі біздің айтылған осы тақырыптарға байланысты пікірлеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар. Біз келесі подкастта сол мәселелер бойынша әңгіме қозғайтын боламыз, тақырыптарды көтеретін боламыз. Және Инстаграм парақшамыз Нұрлан ағайларыңыздың Сканави Алматы, төменде ссылкасы бар, сол арқылы өтіп подписка жасап, баланың біліміне, болашағына қатысты ақпараттар алып отырыңыздар. Және осы 2024-25-ке қазір біз 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып қазақ тобындағы балаларды Алматы қаласы бойынша офлайн қабылдау жатыр. Жүргіземіз. 6 апрельден басталады үлкен мастер-класс. Мастер-классқа балаларыңызды алып келіңіздер. Мастер-класста баланың білім деңгейін анықтап, және осы үздік мектептер, баланың болашағына қатысты көптеген маңызды ақпараттарды бала мен ата-ана отырып тыңдау керек. Сіздер бізде оқысаңыздар да, оқымасаңыздар да, бұл ақпараттарды сіздер білулеріңіз керек. Біз осылай сапалы қоғам құру үшін бәріміз атсалысуымыз керек. Және осы ақпараттарды жақындарыңызбен бөлісіп айтыңыздар. Сіздердің келгендеріңізге көп рахмет. Сіздердің әрбір айтылған сөздеріңіз әрбір ата-ананың жүрегіне қонып, ағайларыңыз рилсті айтады, мастер-классты айтады, бірақ бір адам не дейді, жаяудың шаңы шықпас дейді, бір адам кешке дейін айта берген не шығады? Жалпы біз ата-аналар болып осы мәселені қозғап, осындай сіздер өздеріңіздің көз қарастарыңызды, бүгін пікірлеріңізді бөлісіп отырсыздар. Осылай бөлісе беріңіздер. Отанымызға, елімізге тек қана пайдамыз тисін. Сол, рахмет баршаңызға. Бүгінгі подкастымызды аяқтаймыз. Рахмет сіздерге. Танысқаныма өте қуаныштымын. Жақсы. Бүгінгі подкаст сондай жақсы болды деп ойлаймын.